Бір сұрақ қояйыншы, 21 жастағы қарапайым адам не туралы ойлайды? Көбіне емтиханды жақсы тапсыру, майда шүйдеге ақша табу және қосымша жұмысты жоғалтып алмау туралы ойлар болар. Солай ғой. 21 жаста сенің жоспарың алдағы демалыстан араспайды. Өйткені сен өмірден өз орныңды енді ғана іздей бастаған жас зумерсің. Ал енді 1453 жылдың көктемін елестетші. Алдымызда 21 жастағы жігіт тұр. Есімі Мехмет. Ол ықпалды, текті Осман әулетінің өкілі. Жалақысы көл-көсір, байлығынан бас айналады. Атқаратын қызметі де осал емес. Ол бүкіл Осман империясының сұлтаны. Еуропадағы біраз құрдастары аман қалудың амалын жасап жүргенде, Мехмет тас қамалдың алдында тұрып, мына 1000 жылдық империяны қалай жеңсем екен деген сұрақтың жауабын іздеп тұрды. Ол Константинопольға қарап тұр. Аңызға айналған шаһар. Ажалға бой бермей, соңғы демі қалғанша арпалысқан Рим империясының ең басты символдарының бірі. Алдымен біз Византия деп атап үйренген мемлекет шын мәнінде Шығыс Рим империясы болғанын түсініп алу қажет. Ол антикалық дәуірдің мұрагері және 476 жылы бірінші Рим құлағаннан кейін өмір сүруін тоқтатпаған нағыз Римнің өзі еді. Оның тұрғындары өздерін римдіктер, яғни ромейлер, ал мемлекетін Рим империясы деп атаған. Константинополь нағыз Алыптың өзі. 1000 жылдық тарихында бұл заңғар қала шабуылмен бір-ақ рет алынған. Оның мызғымастығына табиғаттың өзі көмектесіп тұрғандай. Үш жағынан теңізбен қоршалған, сондай-ақ Константинопольді ұзақ шақырымға созылған қабырғалар қорғап тұрды. Бұл қамалдарды ғасырлар бойы нығайтып, заманға сай жаңғыртып тұрды. Қаланың басты күре тамыры алтын мүйіз шығанағына кіреберісте ауыр темірден жасалған тастай берік шынжыр орнатылған. Ол жау кемелерінің түбін осып түсіретін. Қамалдың мықтылығы сонша 14 ғасырдың соңында сол баяғы түріктер 10 жыл бойы қоршауда ұстап тұрғанда да еш қиындықсыз төтеп берген еді. Бірақ 15 ғасырдың ортасына қарай бұл қамалдың ішінде бұрынғы империялық айбынның шексіз пафос қана қалып, басқа ешнәрсе жоқ. Кезінде ондаған жыл бойы нарықта үстемдік құрған, бірақ соңғы уақытта жаңа өнім шығармаған алпауыт IT корпорацияны көз алдыңызға елестетіңізші. Енді олар қала орталығындағы қаңырап қалған кеңселерінде отырып, бөлмелерін субарендаға беріп, күндерін көріп жүр. Оларда енді әскер де жоқ, ресурс та жоқ, ал бүкіл империясы бір ғана мегаполистің көлеміне дейін тарылып қалған. Көкейіңізде тоқтай тұр. Егер Мехмет Константинопольді басып алам деп шешсе, бүкіл Еуропа қайда қарап отыр? Рим папасы мен рыцарьлер неге христиан бауырларын құтқаруға келмеді деген сұрақтар туындаған шығар. Жауабы сізді таңғалдыруы мүмкін. Византияны еуропалықтар шеттетіп тастады. Как будто шетелдей. Жағдай мынадай еді. Ол кезде католиктер мен православие өкілдері бет жыртысып, қатты араздасып қалған еді. Рим папасы егер менің билігімді мойындап, католик болсаңдар ғана әскер жіберем деп шарт қойды. Басына күн туған Константин император бұған амалсыз келісті, бірақ Константинополь халқы бұл шешімге түбегейлі қарсы болды. Қалада көтерілістер басталды. Аңыз бойынша Византияның басты министрі Лука Натара сол кезде қаланың қақ ортасында латын тиарасын көргенше қайта түріктердің сәлдесін көргенім артық деген екен. Нәтижесінде ресми Еуропа терең алаңдаушылық білдірумен ғана шектелді. Не Рим папасы, не батыс корольдері уәде еткен әскерлерін жіберген жоқ. Дегенмен, Константинопольден бәрі бас тартты деу тарихи қателік болар еді. Саясаткерлер қолдау хаттарын жазып жатқанда, генуялық қолбасшы Джованни Джустиниани өз қаражатына жабдықталған 2 кемемен ажал құшқалы тұрған қалаға жетіп үлгерді. Онымен бірге ауыр қаруланған 700 жалдамалы сарбаз келді. Ол заман үшін бұл қамал қорғаудың хас шеберлерінен құралған нағыз элита спецназы еді. Император бірден Джустинианиге құрлық жағындағы ең осал қабырғалардың тізгінін берді. Демек, византиялықтар Мехметпен бетпе-бет жалғыз қалған жоқ. Олармен бірге көне шаһардың әр тасы үшін соңғы демі қалғанша арпалысуға дайын көзсіз батыр әрі нағыз кәсіби сарбаздардың шағын тобы қалды. Берілгелі тұрған қаланың қамалына орта ғасырдың нағыз жанкештер жасағы жиналды. Бұл құрамы әртүрлі, бірақ соққысы өлімші халықаралық бригада еді. Византиялықтармен иық тіресіп, олардың бітіспес бәсекелестері венециялықтар да тұрды. Олардың капитандары кемелерін кері алып кетуден үзілді-кесілді бас тартты.
Сондай-ақ өз қаражатына сол дәуірдің нағыз арнайы жасағы саналған генуялық 3 ағайынды Бакиярди келді. Олар тұтас бір сектордың қорғанысын толықтай өз мойнына алды. Император сарайын қатал испандық авантюристер қорғады. Бірақ ең қызығы, қала қорғаушыларының арасында Осман ханзадасы Орхан да болды. Ол Мехметтің туысы, әрі таққа басты үміткерлердің бірі болатын. Жеңілсе, бірінші өзінің басы кететінін түсінген Орхан жеке гвардиясымен бірге қамал қабырғасында өз қандастарын аяусыз қырды. 2-3 мың шетелдіктен құралған бұл халықаралық банда 5 мың византиялықтармен бірігіп, Мехметтің 100 мыңға жуық сарбазы бар өлім машинасына қарсы тұруға бекінді. Ал Мехметтің жоспары қандай болды дейсіз ғой? Оған бұл қала тек байлығы үшін керек емес еді. Ол үшін Константинополь беделдің көк белгісі сияқты. Әлем астанасын бағындыру аңызға айналудың жалғыз жолы еді. Аңызға айналды да. 21 жастағы бозбала орта ғасырдағы қаланы қоршауға алудың ең технологиялық әдісін қалай ойлап тапты дейсіз ғой? Қазір бәрін айтып беремін. Егер сіз Мехмет туғанда маңдайында болашақ әлем бағындырушысы деген жазу болған деп ойласаңыздар, қатты қателесесіздер. Осман әулетінде таққа таласу жүйесі нағыз аштық ойындары немесе корольдік шайқас принципімен жұмыс істеді. Бәрі үлкен ұлға тиесілі деген қарапайым ереже мұнда болған жоқ. Сұлтанның әйелдері де, күңдері де, олардан туған ұлдары да өте көп болған. Яғни кім мықты, сол жеңеді, кім мықты, сол тірі қалады. Мехмет дүниеге 1432 жылы келді, бірақ оның бастапқы жағдайы мәз емес еді. Анасы күң болған, сірә грек немесе славян текті христиан құлы болса керек. Осы себепті сарайдағылар баланы жиі кемсітетін, ал кейінірек оны анасынан мүлден ажыратып жіберді. Ол тұйық, мінезі ауыр жасөспірім болып өсті. Бірақ нағыз психологиялық драма әке мен бала арасындағы мәңгілік текетіресте еді. Мехметтің әкесі 2-ші Мұрат Сұлтан да жас кезінде Константинопольді басып алуға тырысқан. Ол кезде оның жасы шамамен 18-дерде еді, бірақ жоспарының тасталғаны шығып, оңбай жеңілді. Ал Мехмет үшін бұл қаланы бағындыру басты мақсатқа айналды. Ол әкесінен асып түсетінін дәлелдеп, оның мысын басқысы келді. Мехметтің ағалары кенет қаза тапқанда есеңгіреп қалған Мұрат ұлының тәрбиесіне мықтап кіріседі. Әкесі оған өте қатал ұстаз саналатын Мола Гураниді жалдап, тіпті тәрбие процесінде күш қолдануға да рұқсат береді. Нәтижесі қандай болды дейсіз ғой? Керемет болды. Мехмет тарихтағы ең білімді сұлтан болып өсті. Ойлаш, бұл жігіт бала кезден грек және серб тілдерін санағанда 7 тілде еркін сөйлеген. Мұрағаттарда оның салған суреттері күні бүгінге дейін сақталған. Сондықтан біз оның мектептегі шимай шатпақтары қандай болғанын нақты білеміз. Оған қоса ол өте көп кітап оқыған. Әсіресе Ескендір Зұлқарнайынның өмірбаянына ерекше құмар болған. 1444 жылы саясаттан шаршаған әке сұлтан кенеттен тақты қалдырып кетуді ұйғарады. Кімге дейсіз ғой? 12 жастағы Мехметке. Еуропа монархтарының түрлерін көрсеңіздер, түріктерді мектеп оқушысы басқарып отыр ма? Бұл таптырмас мүмкіндік қой дейді. Әрине, Еуропа дереу жойқын крест жорығын жинай бастайды. Астанада дүрбелең басталады. Астана демекші Константинопольдің басып алынғаннан кейінгі атауларының бірі Аситане болғанын да біліп жүріңіздер. Мейлі, Эдирнеге оралайық. Уәзірлер баланың әскерді басқара алмайтынын түсініп, Мұраттың қайтып келуін жалынып сұрайды. Мехмет ашуға булығып, өзінің есейгенін дәлелдегісі келеді. Аңыз бойынша дәл сол кезде 12 жастағы бала өз әкесіне: "Егер сен сұлтан болсаң, келде өз әскеріңді басшылық ет" дейді. "Ал егер мен сұлтан болсам, онда саған бұйырам, келде менің әскерімді баста" дейді. Мықты панчлайн ба? Әкесі қайтып келеді, империяны аман алып қалады, ал Мехметтің иығынан жай ғана қағып қойып, сұлтан болып ойнағаның жетір, енді тәжді әкеңе қайтарда, барып сабағыңды оқы дейді. Өршіл жасөспірім үшін бұл ең ауыр қорлық еді. Бірақ ол жасыған жоқ. Шет аймаққа кетіп, артиллерияны, стратегияны зерттей бастайды және өз командасын жинайды. Ол өзі үшін бір нәрсені нақты айқындап алды. Таққа қайта отырғанда ең бірінші болып Константинопольді басып алады. 1451 жылдың ақпаны 2-ші Мұрат Сұлтан кенеттен дүние салады. Ол кезде Мехмет небәрі 19 жаста еді. Осман империясында сұлтанның қазасы дегеніміз мемлекеттің құз жиегінде демін ішіне тартып, кірпік қақпай қалатын сәті. Ереже өте қарапайым еді. Мұрагерлердің ішінен кім Астанаға бірінші жетеді,
сол жаңа сұлтан атанады. Суыт хабарды естіген бойда Мехмет атқа қона салып, нөкерлеріне кім мені сүйсе, соңымнан ерсін деп ұран тастайды да астанасы Эдирне қаласына қарай құйындай ұшады. Камбек деп осын айтты. 19 жастағы бозбала осыдан 5 жыл бұрын өзі қорлықпен қуылған сарайға айбынмен кіреді. Кезінде оны адам құрлы көрмей менсінбеген кәрі уәзір енді оның алдында жерге дейін иіліп тұр. Сарбаздар сіресіп сап түзеді. Мехмет таққа отырады да ең бірінші болып бүкіл сарай адамдарының зәресін ұшырып, қанын мұздатып жіберген іске көшеді. Мехметтің әлі сәби Ахмет деген інісі болатын. Әкелері бір, шешелері бөлек. Мұраттың жесірі тақ бөлмесінде Мехметті көзіне жас алып құттықтап жатқанда, жаңа сұлтанның адамдары барып, ана кішкентай баланы моншада үнсіз тұншықтырып өлтіреді. Қатыгездік пе? Сөзсіз қатыгездік. Бірақ 15 ғасырдың өлшемімен қарасақ, бұл прагматикалық қадам еді. Бұған дейінгі әрбір билік алмасуы қанды азаматтық соғыстарға ұласатын. Мехмет ертең империяның бөлшектенгенін көргенше, бүгін бір күнәні мойныма алғаным артық деп пайымдады. Кейінірек Мехмет бұл ережені тіпті заңдастырып тастады да. Ол әйгілі Фатих заңын, бауырын өлтіру туралы заңды шығарады. Онда кімге сұлтандық бұйырса, ел амандығы үшін өз бауырларын өлтіруге рұқсат деп жазылған. Олды, ойын аяқталды. Енді таққа қатал әрі ерік жігері мықты билеуші отырды. Бірақ Еуропа бұны түсінген жоқ. Олар билікке сол баяғы тәжірибесіз жасөспірім келді. Онымен есептеспесе де болады деп шешті. Бұл олардың жасаған ең үлкен қателігі еді. Енді Константинопольге ойысайық. Таныс болыңыздар. Император 11-ші Константин Палеолог. Біздің хикаямыздың трагедиялық кейіпкері. Айбынды жауынгер әрі жалпы алғанда жақсы адам. Мәселе тек мынадай еді. Ол банкрот алдындағы тұрған компанияның CEO-сы болып тағайындалды. 1451 жылғы Византия бұл нағыз постирония. Империя жоқ, қаланың өзі ғана қалды, халық саны 40 000 адамға дейін азайған. Зәулім қамалдардың ішіндегі сарайлар арасында бос жатқан жерлерде адамдар кәдімгідей сиыр жайып жүретін. Не ақша жоқ, не әскер жоқ. Бірақ византиялықтардың сол баяғы менмендігі мен өр көкіректігі ешқайда кетпеген. Жаңа сұлтанның әлсіздігі туралы қауесетке сеніп қалған Константин оңбас қателік жасады. Ол Мехметке шамамен былай деп хат жазады. Тыңда, бізде сенің туысың, әрі басты бәсекелесің Орхан кепілде отыр. Егер бізге төлейтін ақшаңды 2 есеге көбейтпесең, біз оны босатып жібереміз. Сосын ол саған қарсы көтеріліс ұйымдастырады. Сондай бір хат жазады. Мехмет мұның бәрін оқып, жай ғана күлімсірейді. Оған соғыс бастау үшін таптырмас себепті өздері алтын табаққа салып сыйлай салды. Ол елшілерді қуып шығып, қаланы қоршап алуға ашық түрде дайындала бастайды. Нағыз қарулану бәсекесі басталды. Стартаптар шайқасы десек те болады. Еңбек нарығында мажарлық данышпан инженер Орбан пайда болды. Ол 15 ғасырдың нағыз сеньор әзірлеушісі еді. Ол алып зеңбіректер құюдың хас шебері болатын. Орбан алдымен византиялықтарға барады. Бірақ Константинде оған төлейтін ақша болған жоқ, сондықтан инженер Мехметке аттанды. Сұлтан оған лимитсіз бюджет берді. Осылайша ұзындығы 8 метрлік әйгілі базилика, яғни зеңбіректердің патшасы дүниеге келеді. Ол салмағы 600 келі тас ядролармен ататын. Бірақ зеңбірек істің жартысы ғана еді. Қалаға теңіз арқылы келетін азық-түлік жолын бөгеу керек болды. 1452 жылдың көктемінде Мехмет нағыз логистикалық хак жасайды. Небәрі 4 айдың ішінде ол Босфор жағалауында Румелихисар Рим бекінісін тұрғызады. Бірақ оның екінші атауы қызығырақ – боғаз кескен. Мәселе мынада. Түрік тілінде боғаз сөзі әрі бұғаз, әрі тамақ дегенді білдіреді. Сондықтан Византия үшін бұл бекініс тура мағынасында тамақтан кескен қамалға айналады. Мехмет Босфорға нағыз шлагбаум қояды. Кез келген кеме тоқтап, баж салығын төлеуі тиіс болды. Байқамай өтіп кетпекші болған Венециялық кеме күл-талқан болып қиратылды. 1452 жылдың қысы, қақпан жабылды. Мехмет 100 000-ға жуық сарбазы бар жойқын әскер жинайды. Қала ішінде небәрі 7 000 қорғаушы қалады. Күш ара салмағы шамамен 10-ның бірге қатынасындай. 1000 жылдық империяның соңғы күндеріне дейін кері санақ басталды. 1453 жылдың 6 сәуірі Осман әскері қала түбіне қосын тікті. Мехмет Константинге жақсылықпен берілесің бе деп сұрақ қойды. Император бас тартты. Қаланы қоршауға ала бастады. Егер бұл видео ойын болса, Византия командасы нағыз аутсайдер болар еді.
ХПС, яғни денсаулық деңгейі өте төмен, сауыты ескі, ресурсы мүлдем жоқ. Есесіне оларда чит-код болды. Ол аңызға айналған Феодосий қабырғалары. Және сонымен қатар бүкіл қорғанысты сол алып шыққан бір азамат болды. Ол жалдамалы сарбаз, генуялық Джованни Джустиниани еді. Басында Мехметтің жоспары қарапайым еді. Супер қарудың көмегімен қамалдарды жермен жексен ету. Мажар инженері Орбан базиликаны алғы шепке шығарады. Гүрс! Тас ядро қабырғаны тесіп өтеді. Бірақ зеңбіректің бір багы бар еді. Ол қатты қызып кететін. Онымен 3 сағатта бір-ақ рет атуға болатын. Содан кейін ұңғысын маймен ұзақ уақыт суыту керек еді. Осы аралықта византиялықтар тесілген жерді бөшкелермен және топырақпен бітеп үлгеретін. Қаланы сырт әлемнен толық оқшаулау үшін Мехметке оны теңіз жағынан кесіп тастау керек болды. Бірақ алтын мүйіз шығанағына барар жолды көп тонналық темір шынжыр бөгеп тұрғаны есімізде ғой. Бұл қаланың су жағынан ең көне әрі ең сенімді қорғанысы болатын. Дәстүрлі тәсілдермен бұл тосқауылды алу мүмкін емес еді. Осман кемелері оған соғылғанда әйнекке ұрылған шыбынның күйін кешетін. 20 сәуірде қалаға көмекке 4 генуялық кеме келеді. Оларға қарсы бүкіл Осман флоты 150 кеме шығады. Бірақ генуялықтар оларды тас-талқан етіп жеңіп кетеді. Мехметтің ашуланғаны сондай, ол атымен теңізге кіріп, өз адмиралдарына айқай салады. Осы сәтте 21 жастағы сұлтан тағы бір логистикалық хак ойлап табады. Ол шынжырға қарап тұрып, егер теңіз жабық болса, олар құрлықпен жүзіп өтетінін түсінеді. Түріктер небәрі бір түннің ішінде биік төбенің үстімен ағаш рельстер төсеп, оларды малдың майымен мол етіп сылайды. Мыңдаған адамның күшімен Босфордан шынжырды айналып өтіп, 80-ге жуық кемені сүйреп шығарады. Оларды қаланың ең осал тұсы алтын мүйіз шығанағына келей суға түсіреді. Византиялықтар үшін бұл нағыз есеңгірететін соққы болды. Мамырдың соңы қоршаудың басталғанына 50 күннен асты. Түріктердің азық-түлігі таусыла бастады. Кәрі генералдар Мехметке үйге қайтатын уақыт болды. Еуропадан көмек келе жатыр дейді. Қолбасшылардың 99% осы жерде берілер еді. Бірақ Мехмет жоқ, біз ва-банкқа барамыз деп жауап береді. Ол әскерге қаланы 3 күн бойы тонауға уәде беріп, шешуші шабуылды 29 мамырға белгілейді. Финалға бір апта қалғанда тіпті табиғаттың өзі Константинополь үшін бәрі бітті деп шешкендей болды. Нағыз мистика басталды. Бірақ қамалдың екі жағындағылар бұл белгілерді әртүрлі түсінді. Мұсылмандар үшін қаланы басып алу жай ғана соғыс емес, ежелгі қасиетті парыздың орындалуы еді. Мехмет бала жасынан Мұхаммед пайғамбардың әйгілі Константинополь міндетті түрде алынады. Оны алатын әмірші қандай керемет, ол әскер қандай керемет башаратын білетін. 21 жастағы сұлтан үшін бұл жай аумақ иелену немесе геосаясат еместі. Ол өзінің тағдыр жазған сол керемет әмірші екеніне кәміл сенді. Бұл сенім оның әкесінен асып түсу жолындағы талпынысымен астасып, асқақ арманына киелі тіпті құдіретті сипат берді. Сарбаздар семсерлерін қайрап жатқанда бүкіл лагерде сол сәт туды деген сыбыс желдей естіліп тұрды. Ал қала ішіндегі нышандар бірінен бірі асқан сұмдық еді. Шіркеулік шеру кезінде басты қасиетті жәдігер Мариямана бейнеленген икона кенеттен діни қызметкерлердің қолынан түсіп, батпаққа құлаған. Ол жерге қадалып қозғалмай қалды. Бірнеше адам жабылып көтере алмады. Осыдан кейін іле-шала бұрын соңды болмаған бұршақ аралас нөсер құйып, көшелер суға толды. Шешуші сәт 22 мамырда туды. Ай тұтылған уақыт. Қаланың символы болған айдың жартысы қан қызыл түске боялды. Содан кейін қаланы әдеттен тыс қою тұман басты. Ал түнде Әулие София күмбезінің үстінен тылсым шұғыла көрінді. Византиялықтардың зәресі ұшты. Олар бұл белгіні Құдайдың рухы қаланы тастап кетті деп жорды. Екі тарап, бір жұлдызға екі түрлі көзқарас. Біреулер үшін бұл империяның соңы болса, Мехмет үшін оның жеке ұлылығының атар таңы еді. 1453 жылдың 29 мамыры, сейсенбі, түнгі сағат 1, жер бетінде нағыз тозақ орнағандай. Мехмет шабуылды бірнеше толқынмен өткізуді жоспарлады. Бірінші толқын башы бұзық сарбаздары. Олардың міндеті қорғаушыларды әбден қажытып, діңкесін құрту. Екінші толқыны тұрақты жаяу әскер. Қамал қабырғасындағы византиялықтардың жағдайы мүлдем қиындап кетеді. Дәл осы сәтте күтпеген оқиға болды. Қабырғаның бір тұсында Керкапорта деп аталатын шағын жасырын есік бар еді. Оны әдетте түнде тұтқиылдан шабуыл жасау үшін қолданатын. Бірақ византиялықтардың бірі оны
жай ғана жабуды ұмытып кеткен. Тіпті ысырмасын да салмаған ғой. Түріктердің бір тобы осы саңлауды байқап қалып, ішке лап қояды да өз туларын желбіретіпті кетіп. Қала ішінде үрей мен дүрбелең басталады. Бірақ нағыз қасірет сәл кейінірек болды. Мехмет шайқасқа өз таңдаулы әскері жаңашарларды жібереді. Шайқастың ең қызған шағында оқ немесе снаряд сынығы бүкіл қорғаныстың тірегі болып жүрген генуялық Джустинианидың сауытын тесіп өтеді. Қанға бөккен ол өзін кемеге апаруды өтінеді. Осы сәтте қорғаушылардың рухы бір жолата құлап, жігері күл болды. 11-ші Константин нағыз гейм-овер болғанын түсінеді. Ол үстіндегі екі басты бүркіті бар жамылғысын жұлып тастап, қылышын сурады да түріктердің қалың ортасына сүңгиді. Соңғы Рим императоры қарапайым сарбаз сияқты көшедегі қырғында қаза табады. Қала құлады. Жиырма бір жастағы Мехмет Константинопольге атпен кіреді. Әулие София соборына қадам басып, ол фатих, яғни жаулаушы деген лауазымға ие болады. Ол бұл ойынды соңына дейін өтті. Айғай-шу басылып, қала толықтай османдықтардың бақылауына өткенде, Мехмет ешкім күтпеген іске көшеді. Ол жеңісті тойлаған жоқ. Ол кезінде айбынды Византия сарайларының қирандыларын аралауға шықты. Жүздеген жылдар бойы императорлар мекен еткен жартылай қираған Влахерн сарайына кіргенде 21 жастағы сұлтан бұл дүниеде еш нәрсе мәңгілік емес екенін ұқты. Түсі оңған алтын өрнектерге қарап тұрып, ол парсы ақыны Фирдаусидің әйгілі кесарлардың сарайында өрмекші торт оқуда, Афрасияптың мұнараларында үкі түнгі жырын айтуда деген шумақтарын оқыды. Бұл қатыгез жаулаушының философқа айналған сәт еді. Ол өзінің ендігі жерде тек тарихты қиратушы ғана емес, оны сақтаушы екенін ұқты. Константинопольдің құлауы орта ғасырлардың ресми аяқталғанын сәті болды. Еуропа есеңгіреп қалды. Осман империясы ғұмыры 500 жылға созылған державаға айналды. Бірақ ең қызығы көбелек эффекті. Қаланы алғаннан кейін османдықтар Азиядан Еуропаға баратын барлық сауда жолын жауып тастады. Әйгілі жібек жолы енді сұлтанның бақылауына өтті. Бұрыш немесе жібек сатып алғың келе ме? Онда орасан зор баж салығын төле. Бағалар аспанға шарықтап кетті. Еуропалық кәсіпкерлер Үндістанға баратын жаңа жол керек екенін түсінді. Теңіз арқылы. Дәл осы дағдарыс португалдықтарды Африканы айналып өтетін жол іздеуге мәжбүр етті. Ал 1492 жылы Христофор Колумб есімді жас жігіт батысқа қарай жүзейік, жер шарын айналып өтіп Үндістанға екінші жағынан жетеміз дейді. Нәтижесінде ол Америка жағалауларына табан тірейді. Осылайша бүкіл әлемді түбегейлі өзгерткен ұлы географиялық ашулар дәуірі басталды. Мұның бәрі 1453 жылы 21 жастағы бозбаланың бүкіл әлемге өзінің мықтылығын дәлелдегісі келгеннен басталған еді. Тарих ең мықты сценарист. Жаңа тарихи блокбастерлерді жіберіп алмас үшін біздің Қалам Балам арнасына жазылыңыздар. Кездескенше.